Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз болымды және болымсыз етістік тақырыбын жалғастыратын боламыз. Оқу мақсаттары: тыңдаған материал бойынша сұрақтарға жауап беру. Берілген тақырып сұрақ бойынша түрлі дерек көздерден алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу. Болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтау. Қазақ тілі өз жұлдызын көктегі, қазақ тілі көгіндегі шамшырақ, қазақ тілі өмірінде, өлеңде, қазақ тілі тамыр жайған тереңге, қазақ тілі болашаққа жетелеп ұрпақтарды танытады әлемге дей отыра қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды ребус шешуден бастайық. Сонда бүгінгі өтетін атақты тұлғаның кім екенін білетін боласыңдар. Ребусты шешіп болсаңдар, жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, бүгін ұлы жүздің биі Төле би туралы болмақ. Төле би деген кім? Жауабын білу үшін назарымызды мәтінге аударайықшы. 37-ші жаттығу мәтінді оқы. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері. Ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Төле би орта жүздің биі Қазыбек бимен, кіші жүздің биі Әйтекемен бірге Әз Тәукенің басты кеңесшісі болды. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөз халық арасына кең тараған. Тойшыбек Иенұлы. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша сендерге сұрақтар қойғым келіп отыр. Бірінші сұрақ: Төле би кім? Қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері. Екінші сұрақ: ол билікке неше жасынан бастап араласты? Ол 15-20 жасында билікке араласты. Үшінші сұрақ: Төле би кімнің кеңесшісі болды? Төле би Қазыбек бимен, Әйтекемен бірге Әз Тәукенің басты кеңесшісі болды. Төртінші сұрақ: Төле бидің қандай нақыл сөздерін білесің? Халқына әділ бол, жауына қатал бол, досына адал бол. Бесінші сұрақ: Төле би хан болды ма? Төле би ұлы жүздің бас биі болған. Керемет балалар, сендердің де жауаптарын дәл осылай болды деген ойдамын. Келесі 38-ші жаттығу бейнежазбаны көріп алайық. 9 жасар жетес 90-дағы Төле биге сәлем бере барыпты. Сонда Төле би былай деген екен: бата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа, не қалайсың балам депті. Сонда жетес бала: о қасиетті баба, ат берсеңіз өліп қалады, тон берсеңіз тозып қалады. Ат тонға бергісіз өлмейтін, өшпейтін, өмірі естен кетпейтін бір өсиет айтсаңыз, соған ризамын депті. Онда қолыңды жай балам деп Төле би былай деген екен: бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол, бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол, бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол деп бата берген екен.